Сәлем достар, бүгінгі тақырып редко қазақша атауы шалғамның адам денсаулығына пайдасы туралы айтатын боламын. Шалғам барлық жерде өсіріледі. Бұл көкөніс қала тұрғындары үшін таңсық болуы мүмкін. Тіпті бұндай көкөніс барын білмейтіндер де баршылық. Ауылда мұнды күнделікті ас орнына қолдана береді. Ал мұның пайдасы мен емдік қасиеттеріне келер болсақ, адамның ағзасы үшін пайдасы көп екенін деуге айтуға болады. Ал мұның пайдасы мен емдік қасиетіне келер болсақ, шалғам адам ағзасы үшін пайдасы көп деуге болады. Құрамында 13% құрғақ заттар, 2% ақуыз, 8% көмірсу және С, В1, В2 және басқа да дәрумендер бар. Шалғам көбінесе асқазан ішек ауруларына, суық тигенде, ревматизм, радикулит, қан аздықта, ағзадағы зат алмасу бұзылған кезде қолданылады. Күнделікті ас орнына пайдаланып жүрген адамдарға күні бойы жететін күш-қуат, энергия береді және ас қорыту мүшелерінің жұмысын жақсартып, ағзадағы зат алмасу процесін жақсартады. Жалпы шалғамның жасыл, ақ және қара түрлері бар. Жасыл шалғамның адам ағзасына пайдасы келесідей. Көру өткірлігіне оң әсер етеді. Түрлі көз ауруларына арылтады. Көздің тор қабығын күшейтеді. Метаболизмді жеңілдетіп, ішектерді токсиндерден тазартады. Жүрек бұлшықетінің жұмысын қалыпқа келтіріп, қан ағымын жеделдетеді. Қан қысымын төмендетеді. Бас ауруларын жеңілдетеді. Етеккір циклін оңтайландырады. Нервтерді тыныштандырып, ұйқысыздықты, неврозды, депрессияны жеңілдетеді. Ауыз қуысын дезинфекциялайды. Тыныс алу жолдарының ауруларын емдеп, жөтелді жояды. Қандағы қант деңгейін қалпына келтіріп, эритроциттердің өндірісін жақсартады. Қан аздық кезінде шалғамның сәбіздің қызылшаның шырындарын араластырып, 2-3 сағат жылы жерде тұру керек. Содан кейін ас ішерден 15-20 минут алдын бір ас қасықтан күніне 3 рет ішіп тұру керек. Қара шалғам өт жолдарының, өт қабындағы токсиндердің, тамырлардағы, бүйрек жамбасындағы, қуықтағы минералды тұздардың еруіне ықпал етеді. Жөтелден жылдам арылу үшін қара шалғамның ішін ойып, ойылған жерге бал салып, бір күн қойып қою керек. Бір күннен соң қара шалғамнан шыққан шырын балмен араласады. Соны ішсеңіз, жөтеліңізден тез арада айығасыз. Ақпарат ұнаған болса, каналға жазылуды ұмытпаңыз.